Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Сіздерде күнделік кезетте 90-нан 90-ға ауысқан кезде кейбір ұстаздарымызда күнделік кезетте бізде тақырып толтыру 100% болмай қалуы мүмкін. Ол үшін сіздер не істейсіздер? Сол туралы айтып өтемін. Ең алдымен сіз есептерге кіресіз және өзіңіздің сыныбыңыздың қаншалықты 100% болып тұрғанын тексеріп аласыз. Бұл жерде есептерге кіргеннен кейін мына жерде мұғалімдер деген бар. Осыған кіріп өзіңіздің сыныбыңыздың пайызын көре аласыз. Бұл жерге кіргеннен кейін жоғарыда мына жерде бізде осындай күн реті бар. Екі күн реті тұр, иә. Осының біріншісі емес, екіншісін біз өзгертеміз. Мысалы үшін сіз қай күні соңғы рет күнделік кезетті толтырдыңыз, сол күнді жазамыз. Сол күнді жазып аламыз. Міне, мен 22 қаңтар күні соңғы толтырған күнім. Енді біз оны жазып болғаннан кейін мұғалімді таңдаймыз, яғни өзімізді. Сосын құрастыру дегенді басамыз. Міне, тақырып толтыруда менде шебер қолдар 100 болмай тұр. Міне, қараңыздар. Енді осыны не істейміз? КТЖ-ға кіреміз. Жоғарыдағы тұрған мынау. Осы КТЖ-ға басып кіргеннен кейін өзіміздің сыныбымызды таңдаймыз. Бізде мұны сыныбымыздың барлық пәндері шықты, иә. Енді жаңағы 100 болмай тұрған пәнге басамыз. Міне тұр ол менде. Шебер қолдар еді. Міне, осының үстін басып кіремін. Міне қараңыздар. Сіздерге осылай көрініп тұрады, жарияланды деп. Бірақ бұл сабақ кесте бойынша үлестірілмей қалуы мүмкін. Сондықтан сізде жарияланды деп тұр, мысалға жоғарыда, иә? Бұл пән жарияланды деп тұр. Бірақ та бізде 100 болмай тұр. Неліктен? Себебі біз оны сабақ кесте бойынша үлестірмегенбіз. Сондықтан осылай шығып тұрады. Ал енді біз оны сабақ кесте бойынша үлеспей қалғанын білу үшін журналға кіріп күнтізбелік жоспарлаудан көреміз. КТЖ-да жарияланады, бірақ күнтізбелік жоспарға түспей қалуы мүмкін. Сондықтан біз күнтізбелік жоспарлауды көріп шығамыз. Өзімізді таңдаймыз, сыныпты таңдаймыз және сол пәнді таңдаймыз. Қарау. Не көрдіңіздер ма? Ар жақтағы КТЖ-да жарияланып тұр, бірақ та мына жерде тақырып түспеген. Міне, тақырып жоқ. Мына жерлерде негізі тақырып болу керек. Не қараңыздар, мына жердің бәрі бос тұр, иә? Осы жерде тақырып түсу керек. Сондықтан бізде 100% болмай тұр. Енді біз не істейміз? КТЖ-ға қайта кіреміз. Сыныбымызды таңдаймыз. Және сол 100% болмай тұрған пәнімізді таңдаймыз. Міне тақырыптары шықты. Төмен қарай түссеңіздер. Төменде жариялаудан алып тастау және сабақ кесте бойынша үлестіру деп тұр, иә? Міне. Сіздер сабақ кесте бойынша үлестіру деген екінші тұрғанда басасыз. Міне сізден сұрап тұр, толық жыл бойынша дейді, немесе 90 бойынша деп шығады осылай. Міне. Мен үнемі толық жыл бойынша үлестіремін. Әрі қарай. Енді бізде тақырыптар шықты, күн реті шықты. Кесте бойынша күндер. Міне, төмен қарай осы 3-90-ға дейін күннің ретімен шығып тұр. Енді біз бұның бәріне мына
тор көздерге белгі қойып шығуымыз керек. Оны барлығын қойып отырмайсыз. Мына жоғарыда тұрған бір ұяшық тұр ғой, бос. Соның үстіне бассаңыз барлығы қойылып шығады. Енді төмен қарай түсіп, әрі қарай дейміз. Міне, үлестіру деп тұр төменде. Не тұр ол үлестіру? Осы үлестіруді басасыз. Міне, КТЖ кесте бойынша үлестірілді деп тұр. Міне сіз кесте бойынша үлестірдіңіз. Енді біз оны үлестірілгенін білу үшін қайтадан журналдарға кіріп, күнтізбелік жоспарлауды көреміз. Күнтізбелік жоспарлау. Мына жерге өзіңізді таңдайсыз, сыныбыңызды таңдайсыз, және пәніңізді таңдайсыз. Жаңағы 100 болмай қалған пәніңіз болды ма, болмады ма? Қарау. Міне жаңа бізде жоқ еді, енді тақырыптар түсіп тұр, қараңыздар. Міне, барлығында түсіп тұр. Көрдіңіздер ғой. Енді есепке кіріп, тексереміз 100% болды ма, болмады ма. Есептерге кіреміз жоғарыда. Мұғалімді таңдаймыз. Мына жерде мұғалім деген тұр. Мына жерде жаңағыдай күн өзгертеміз. Ең соңғы күн. Міне, өзіңізді таңдайсыз. Есепті құрастыруды басамыз. Міне қараңыздар. Жаңа тақырып толтыру 100% емес еді. Міне 100% болып тұр. Осылай үлестірмесеңіздер, сіздерде тақырып толтыру 100% болмай қалуы мүмкін. Сондықтан сабақ кесте жариялаған кезде мұқият КТЖ-ны жариялаймыз ғой. Сол кезде күнтізбелік жоспарлауға тақырыпты үлестіру керек. Міндетті түрде КТЖ-ны жариялап болғаннан кейін күнтізбелік жоспарлауды бір қарап көреміз. Және есептерді жасап көреміз. Күн ретімен қойып, 100% шықты ма, шықпады ма. Егер 100% шықпай тұрған болса, тақырып толтыру жаңағыдай КТЖ-дан кесте бойынша үлестіру дегенді басу арқылы үлестіріп шығасыз. Сол кезде тура осылай 100% болады. Сіздерге түсінікті болды деген ойдамын. Мұқият қарап шығып, осылай жасасаңыздар болады. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.